Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер. Сіздерге крутой, яғни қымбат номерлер алу немесе өзіңізге сандары қолайлы номер, машинаның номерін алу жолдарын көрсететін боламын. Ең алдымен міне Play Market немесе App Store-ға EGOV деп жазасыздар. EGOV-ға кіресіздер. Егер сіздер бұрын тіркелмеген болсаңыздар, мына жерге регистрация жасайсыздар. Авторизация етіп, мысалға еніңізді, нөміріңізді тересіз, сізге телефонға код келеді, кодпен енгізесіз, және DID.gov-тан бетіп экранға қарайсыздар, видео регистрация өтесіздер. Егер бұрын өтпеген болсаңыздар. Сосын пароль мысалға Марат, мысалға 1990, сосын решетка деген сияқты сондай пароль қоясыздар. Обязательно решетка сондайлар болу керек. Ал егер бұрын тіркелген болуны ин деп жазып тұрса, забыли пароль басасыздар. Егер пароль ұмытып қалған болсаңыздар, забыли пароль деп, мысалы Марат 1990 и решетка деп солай новыйдан пароль қоясыздар. Сосын қайтадан кіресіздер. Кіргеннен кейін мысалы EGOV государственные услугиге кіресіздер. Так, вождение и транспорт деген кіресіздер. Осы жерге заказ государственного регистрационного номерного знака дегенге басасыздар. Енді тапсырыстар көп түсуіне байланысты шамалы күтесіздер. Әр номерге өйстіп таңдаған сайын өйтіп примерно 30 секундта күтесіздер шамамен. Қазір күтейік. Және сіздерде Каспийде немесе Халық банкте ақшаларыңыз болу керек. Қазір көрсетемін номер алуды. Мысалға қандай? 404. Мысалға хит деп көрейік мысалға. Мына уже біреу алып қойған, яғни бұл бос емес. Енді бұндай болса отменить басасыздар. Сосын қайтадан кіресіздер. Қайтадан 30 секунд кіресіздер. Сіздер видеоны айналдырмаңыздар. Көп адамдар видеоны айналдырып секіріп жүреді да, дұрыс түсінбей қалады. Сосын дұрыс емес жасап қояды, оплаталары кетіп қалады. Талай адамдар хабарласып жатыр маған. Қазір күтейік. Енді осылай бос нөмір табу енді қиындау. Мысалға не дейік? Мысалы обычно 010. Енді сим деп көрейік та мысалға. Мынандай номерлер 246-525 теңге болады. Яғни екі жағада зеркальный нөлдер 246 болады. Ал 7-ден басталатындар, қазір көрейік. Егер сізде машина болмаса да, бұл нөмірді сіздер ала аласыздар. Машина алғанға дейін бұл нөмірің сіздің атыңызда тұрады. Және машина алғаннан кейін, машина сатқан жағдайда, басқа машина алсаңыз да, осы нөмір сізде қала береді. Мысалға 777. Енді мысалға дор, мысалға дир, мысалға теріп көрейік. Бұлар өзі 3 цифр қатар келетін болса, уже 986 болады. Сондай бар. Бір жақсы номер алып қойсаңыздар, мысалы ертең балдарыңызға да ол қалады деп ойлаймын оформление. Мысалға бір жақсы номер алып қойдыңыз. И оны ертең машинаны сатып жүрген кезде жаяу жүретін боласыз. Мысалға сол кезде хранение қойып қоясыз оны. Хранение қойғаннан кейін, мысалға менің атым Марат, мысалға бүйтіп мысалға Марат деген бос мысалға. Уже біреу алып қойыпты. Кешегіде бос еді. Маратты уже алып қойыпты. Марат, Марулған мысалға сондай ғой енді. Так, біреуін көрейік қазір. Тағы.
Ол Марат 246 ба сондай болды. Мен ондай суммаға алуға желание болған жоқ. Мысалға менің досым бар, мысалы Мирас деген. 91 жылғы мысалға 091 Мирас мысалы бос. Міне 43.250 теңге. Жақсы ғой, мысалы өзі 91 жылғы аты Мирас мысалға. И продолжить басасыздар. Осы жерде выберите область дегенге Ақтөбе облысы, яғни 04 болғасын бізде Ақтөбе облысы, Ақтөбені таңдайсыздар. Цонға жаңа автоцон таңдайсыздар, алтын ордадағы выберите государственный регистрационный номері дейді. Енді бұл жерде сіздің номеріңіз алдыда артыда ұзын болса, два длинных дейсіз. Көбісінің алды ұзын, арты андай 4-5 болады номерлерде, андай джиптерде, нелерде. Онда один длинный, один квадратный дейді. Екеуі де бірдей квадратный болмайды. Алды ұзын болады міндетті түрде әр машинаның. Обычный жеңіл машиналарда арты ұзын болады. Ал кейбір машиналарда 4-5 болады. Мысалға два длинных таңдайық. Перейти к оплате дейді да. Оплачено ранее деген кезде жоқ, мысалы бұрын төлемеген болсаңыз, мына жерде оплатить басасыздар. Мына жерде выберите другой способ оплаты таңдайсыздар. Осы жерге Халық банкте немесе Каспийде ақшаларыңыз болса, соны таңдап оплатить басасыздар. И автоматты түрде Халық банк приложение кіреді. Жаңа логин пароль тересіздерді, сонымен өзінің осында уникальный номер шығып тұрады. Соны оплатить басып қаласыздар. Оплата успешно произведена деп шығады. Содан назад басасыздар. Ал егер карточкамен төлейтін болса да, мына жерге e-pay деп оплатить. Бұл жерге енді банктың сыртында қандай 44 бірдеңе деп басталады ғой, бір неше цифр еді, ұмытып қалдым. Номер карта, фамилия, аты жөні мысалға бірдеңе Марат мысалға. Номер картын жазасыздар, мысалы 44 бірдеңе жаңағыдай 44-тен басталады ғой осындай. Соны жазасыздар. Картаның срок действиесін жазасыздар. 07 қай жылға дейін мысалға 27-ге дейін. Сосын ана жерде бір артына аударған кезде бір цв цифр болады ғой. Қандай еді мысалға? Email жазасыздар мысалға. Так. Номер телефон жазасыздар. Номер телефон. 705 650 саға. Осы жазасыздар да отправить басасыздар, сосын оплата кетеді. Ең жеңілі Каспий немесе халықпен төлеген жақсы ғой мына жерде. Міне. Осымен төлейсіздер. Осымен төлегеннен кейін қайтадан шығып кетесіздер бәрінен. Шыққанда қалай мысалға бүйтіп шығып кетесіз ғой, қайтадан кіресіз мысалға. Қайтадан жаңағыдай госуслуги тересіздер. Ақшасын жасап қойғаннан кейін вождение транспортқа кіресіздер. Государственный регистрационный номерного знака кіресіздер қайтадан. Бүйтіп сәл күтеміз. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий басып қойыңыздар, сізден өтініш. Осылай күтесіздер каждый не сайын. Мысалға жаңағы 091 мысалға мен төледім делік. 091 мир и поиск. Сіз оплат жасағаннан кейін бұл номер шығып тұрады. Себебі сіз әлі подтверждение жасаған жоқсыз. Оны подтверждение жасау керек. Көбісі төлеп қойдым дейді да, жайбарақат жүр. Негізі ол дұрыс емес, ертең номерден айырып қаласыздар. Сосын ақшаңыз ол қайтарамай ма, білмеймін. Ол жағын айта алмаймын. Негізі қайтарып беретін шығар, бос қалып қойса. Или басқа номер сізге предлагать етеді. Басқа номерлер алу керек болып қалады. Осыны басасыздар. Қайтадан Ақтөбе облыс таңдайсыздар. Автоцон алтын орда 21-ге басасыздар. И мына жерге два длинных таңдадық қой жаңа. Естеріңізде ма? Перейти к оплате дейсіздер. Ранее оплаченный дейсіздер. Бағана сіздер уже төледіңіздер. Төлеген болсаңыздар, міне
комитет государственных доходов министерства финансов дейді. Соны таңдаймыз. Мына жерге Актюбинский область, Ақтөбеден болсаңыздар. Егер сіздер басқа батыс Қазақстан болса, батыс Қазақстан өздеріңіз таңдайсыздар ғой. Астана болса, Астананы таңдайсыздар, Алматы болса, Алматыны таңдайсыздар. Государственный доход мысалға алға емес мысалға. Сіздер қай районда Мұғалжарда тұрған болсаңыздар, Мұғалжарды таңдайсыздар. Мартук болса, Мартук. Темирский район болса, Темір, Уыльский район, қай жақта тіркелдің мысалға. Біздер мысалы Ақтөбеде тіркелдік. Былай біткен кезде сіздер немен тіркелдіңіздер? Оплатаны жасадыңыздар. Мысалы Каспий болса, Каспий. Нақты информация жазу керек мысалға. Народный банк болса, Халық банкпен жаңа оплатаны қайдан жасадыңыз? Қарап алыңыз, асықпай. Мына жерде мысалы приложениялар бар ғой, міне Каспийдің, Народныйдың приложениясы, содан оплат жасағаныңызды, күнін, числосын бәрін қарап алыңыз, квитанцияны. Содан кейін міне дата, қашан төледіңіз? Кеше мысалы мен 10 январда төледім, допустим. Искать дейсіз. Міне данный не найден дейді. Себебі мен бұған оплата жасаған жоқпын. Мен өзімнің нөміріме оплат жасадым. Сол менде шығып тұр. Сол жерде жаңағыда квитанцияң шығады. Екі квитанция шығуы мүмкін. Біреу создавать еткен, біреу оплат жасаған. Сол екіншісін таңдайсыз ғой. Өмір деп уақыты кешірек квитанцияны таңдайсыз. Сосын искать басып қалған кезде уже подписать деген шығады сізге. Сосын подписка жасайсыз. Код келеді, немесе экранға қарайсыз. Сондай бірдеңе подписка жасайсыздар. Подписка жасағаннан кейін уже болды. Нөмір сіздің атыңызға енгізілді. 15 рабочий күн күтесіздер, автосоннан өзі бір айтқан уақытта алып кетесіздер. Содан кейін номерді подписка жасағаннан кейін қайтадан тексеріп қараңыздар, дұрыс жасады ма, дұрыс жасамады ма. Тексересіздер. Мен өзімнің номерін тексеріп көрейін. Кеше біраз адамға көмектесіп, біраз адамға номер алып бердім. Бірақ желательно 200 000-ның үстінде номер алу қажет емес деп ойлаймын. Енді әркімнің өзінің ойына байланысты. Бізде жаңағыдай 40 000-ның шамасына алдық. Біздер мысалға менің номерімді айтайын. 505 мысалға МХМ. Мен бұрын октябрь айында да осыны алғым келді. Міне, уже ол бос емес. Мен кеше бұны алып, регистрация жасап, подписка жасап қойдым. Сол себептен бұл бос емес. Қайтадан отменить басасыздар. Жаңа төлеген, оплат жасаған, подписка жасаған номеріңіз осылай тақырып кеттім. Тексересіздер, сол нормально болса, сізге уже номер енгізілді деген сөз. Мысалға кеше жолдас балама алдық мысалға 787 мысалға бек. Ол да төлеп қойған негізі, менен бұрын 2-3 күн бұрын төлеп қойған оплатасын. Қандай нөмір алдым десе, осы нөмір алдым дейді. Мен оны қараймын, ол пустой болып шығып тұр. Пустой болып шыға береді ол. Егер сіз подписка жасап, әбден оформление жасамайынша, ол нөмір шығып тұра береді. Сіз ертең оплатыңыз күйіп кетеді. Сол себептен оплат жасағаннан кейін ол нөмірді обязательно подписка жасап, оформление жасап қою керек. Мен кеше сол балаға айтып, оформление жасап қойдым. Уже ол нөмір соның атына кетті, уже шығып тұр. Мысалға қараңыз қазір. Сәл сабыр етіп күтейік. Мысалға 0.95 мысалы 95 жылғы біреуді айтайық мысалға. Обычный мысалға РТР. Мысалға сіз осы нөмірге оплат жасаған болсаңыз,
сіз обязательно регистрациясын бәрін подписка жасауыңыз керек. Сіз мысалы оплата жасап қойыңыз, мына жақтан менің бір інім 95 жастағы бала осы нөмірді аламын дейді да, мысалы осы нөмірді оплата жасап, регистрация бәрін жасап, подписка жасап қойса, уже сіздің неңіз күйіп кетеді, оплатыңыз. Соның бәрін үлгеріп қалу керек, до конца істеу керек. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналымды қолдап, подписка жасап қойыңыздар, достарыңызға таратып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар. Қош сау болыңыздар.